Білмеймін, мен дұрыс істедім бе, жоқ па, бірақ болған жағдайды ішімде ұстай алмадым. Мен бұл үйге келін болып түскеніме 2 жыл болды. Басында бәрі жақсы еді. Енем де жылы сөйлейтін, күйеуім де қатты жақсы көретін. Бірақ соңғы айларда бірдеңе өзгерді. Күйеуім маған суып кетті. Себепсіз ашуланатын болды. Тіпті кейде менімен сөйлеспей, телефонға қарап отыра беретін. Ал енем күнден күнге маған тиісе бастады. Сенің қолыңнан түк келмейді. Баламды дұрыс күте алмай жүрсің. Бұрынғы қыздары қандай еді? Осындай сөздерді жиі айта бастады. Басында мән бермедім. Жарайды, үлкен адам ғой деп үндемей жүрдім. Бірақ бір күні бәрі шектен шықты. Кешке күйеуім үйге ашулы келді. Есікті тарс жауып кірді де бірден айқайлай бастады. Сен кіммен сөйлесіп жүрсің деді. Мен шок болдым. Не айтып тұрсың дедім. Сөйтсем, оған біреу менің басқа еркекпен жазысқанымды айтқан екен. Менің қолымнан телефонды жұлып алып тексере бастады. Бірақ ештеңе таба алмады. Сонда да сенбеді. Сол кезде ең ауыр тигені енемнің сөздері болды. Ол жай ғана қарап тұрып, мен саған бұрын айттым ғой, бұл қыз дұрыс емес деді. Сол сәтте менің ішімде бірдеңе сынып кеткендей болды. Мен жылап бөлмеге кіріп кеттім. Бірақ сол түні ұйықтай алмадым. Бәрін ойланып шықтым. Неге күйеуім бірден сеніп қалды? Неге енем бірден мені кінәлады? Сонда менде күдік пайда болды. Келесі күні енемнің телефонын байқамай көріп қалдым. Ол біреумен сөйлесіп отыр екен. Сол кезде көзім бір хабарламаға түсіп кетті. Бәрін айттым. Енді өздері ұрса береді деп жазыпты. Сол сәтте бәрін түсіндім. Жүрегім зу ете қалды. Демек, барлығы әдейі жасалған. Енем күйеуіме бірдеңе айтып, біздің арамызды бұзғысы келген. Сол күні кешке күйеуіммен сөйлестім. Барлығын ашық айттым. Көргенімді де. Басында сенбеді. Бірақ кейін ойланып қалды. Қазір ара қатынасымыз бұрынғыдай емес, салқындық бар. Ең қиыны бір үйде отырып, өзіңді бөтен адам сияқты сезіну. Мен қазір не істерімді білмеймін. Үндемей жүре беру керек пе, әлде бәрін ашық айтып, бөлек кету керек пе? Осындай жағдайда сіз не істер едіңіз?